Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен осындай дәмді, жұмсақ құймақтар дайындайтын боламыз. Бұл құймақтар сүтсіз, айрансыз, тек қана судан дайындалады. Бірақ дәмі өте дәмді болып шығады. Сүтпен жасалған құймақтан ешқандай айырмашылығы жоқ. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарамыз. Менде жұмыртқа майда S2 категориялық болғандықтан 4 пайдаландым. Үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз толықтай еріп кету керек. Енді толықтай араластырып алғаннан кейін үстіне қайнаған суымызды құямыз. Тағы да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді сұйық майымызды құямыз. Қопсытқыш саламыз. Немесе ас содасын пайдалансаңыздар да болады. Тағы да бір араластырып, үстіне ұнымызды саламыз. Бізде ешқандай комок қалмайтындай, іртік қалмайтындай біркелкі болғанша араластырамыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін грамдармен видеоның астында описание бөліміне жазып кететін боламын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетулеріңізді сұраймын. Бізде видеодағыдай осындай қатты қою да, қатты сұйық та емес, осындай консистенцияда сұйық массамыз шығады. Енді тапамызды қыздырып, болар-болмас қана майлаймыз. Сөйтіп құйып шығатын боламыз құймақтарымызды. Жиектері осылай қоңырқайланған кезде бірінші жиектерінен ашып аламыз. Және де екінші жақ бетіне аударып пісіреміз. Бірінші құймағымыз осындай болды. Кішкене майлау болады. Екінші құймақтан бастап өте дәмді біркелкі болып шығады. Бізде қантты аз мөлшерде қосатын болғандықтан орташа тәттілікте болады. Сондықтан сгущенка немесе варенка кез келген варенье сияқты заттарды пайдалансаңыздар болады. Сүтсіз, айрансыз жасағанмен де өте дәмді болып шығады. Сүтпен қосып жасаған құймақтан ешқандай да айырмашылығы жоқ. Жасап көріңіздер, ұнаса комментарийге жазып кетіңіздер. Алда тағы да көптеген рецепттерді шығаратын боламын. Дәл осы рецепт бойынша 25 шақты құймақ шығады. Егер де көптеу жасағыларыңыз келсе, порцияны 2 есе көбейтіп, солай жасасаңыздар болады. Ас болсын. Дәмді тағам жасап, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Келесі кездескенше.